Сәлеметсің бе, Үміт? Қалай? Жақсы ба? Бүгін бізде кезекті ойынымыз. Бүгін бізде 31 қазан. Бүгін бізде ойнайтын боламыз, иә, Үміт, сенімен бірге. Мынандай ұлттық ойындар ойнайтын боламыз. Сосын математикалық құммен мынандай ою өрнектермен танысатын боламыз. Көкші ба? Осындай керемет ою өрнектер бар. Бірге көмектесуге болады. Бұл өрнек бізде қошқар мүйіз деп аталады. Қандай әдемі ою шықты, иә? Қандай ою шықты, Үміт? Қошқар мүйіз. Айталым. Қошқар мүйіз деп шығады, иә? Қошқар мүйіз. Басқасын көрейік. Қане мына үйді қап. Не ол шықты? Үй, да? Үй, жақсы. Бізде мынандай оюлар бар. Мынау бізде қошқар мүйіз деп аталады. Мынау үй. Мынау гүл деген ою. Айталым, гүл. Қошқар мүйіз. Жарайды. Мынау үйдер бар, иә? Үй. Жақсы. Мына бізде не шықты, қара? Сәуке деген қыздарымыз көйлек бар. Шапан. Ал мен мынау деген ер адамның бас киімі. Бөрік деп атаймыз, иә? Бөрік қағаздап көрейік. Дұрыс. Жоқ. Өзі де қағаз. Бәрін шығады, дұрыс. Жарайсың. Ойнамаймыз. Жоқ, үміт ойнап қарап жүріп. Енді бәрі айтады, түсіріп айтып шықшы. Үміт, саған бүгінгі сабақ ұнады ма? Айт, ұнаған? Ұнады ма саған? Тағы да келесің бе? Жақсы, сау бол. Келесі кездескенше.